Қазақстан Республикасының 2011 жылы 11 қазанда діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасы қабылданды. Заңның талабын орындамауда әкімшілік құқық бұзушылық пен қылмыстық жауапкершілік қаралғанын ескерген жөн. Аталған заңның аясында бұл мынау діни бірлестіктерді құру, оның құжаттар тапсыру рәсімі, миссионерлік қызметті қалай жүзеге асыру керек, оны қалай тіркеу қажет. Одан бөлек мынау ғибадат үйлерін салу мәселелері, ғибадат үйлерінен тыс жерлерде мынау қарапайым тілде айтамыз, намазхана деп айтамыз. Намазхананы заңдастыру мәселелері, бұдан бөлек діни әдебиетті және де діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды сататын арнайы стационарлық үй-жайлардың заңдастыру мәселелері осы заңда қарастырылған. Қылмыстық кодексте де терроризмге, экстремизмге шақыру, террористік актілерді ұйымдастыру, тектік, топтық, рулық, дінаралық, ұлтаралық қақтығыстар тудыру мәселелері бойынша қылмыстық жауапкершілік қаралған. Әлеуметтік желілерінде түрлі аудио бейнежазбалар таратып жататын, оны сақтап, жариялап, насихаттап жататын азаматтар болады. Оларға сәйкесінше, яғни қылмыстық құрамы болмайтын болса, оларға мынау Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің діни қызмет саласындағы заңнаманы қадағалау мәселесі бойынша әкімшілік жауапкершіліктер қарастырылған. Миссионерлік қызмет деп айтамыз, бұл қазіргі таңда өте кең тарап жатқан мәселе. Шетелдерге шығып, күмәнді оқу орындарынан білім алып, елімізге келгеннен кейін осы сол жақта алып келген діни идеологияны насихаттау мәселесі. Бұл қылмыстық жауапкершілікке алып келіп соғуы мүмкін. Қазір діни сала елдің ішкі саясатының ең маңызды бағыттарының бірі. Бұл салаға барлық мемлекеттік органдар тарапынан үлкен көңіл бөлінеді. Мемлекет діни экстремизм мен лаңкестік көріністеріне жол бермейді. Ол ұлтаралық және конфессияаралық келісімді үнемі қадағалап отырады. Сонымен бірге азаматтық қоғамнан, ең алдымен қоғамдық ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары және саяси партиялардың діни саладағы жағымсыз құбылыстардың алдын алуға белсенді түрде араласады.